Сәлем менің оқырмандарым, барлығыңа да қайырлы күн. Бүгін біздер ойды неден бастаймыз? Сол жөнінде мен видео түсіретін боламын сіздерге. Көп адам маған жекеме жазып, өзім осы психология барысында марафонда өткізіп жатырмын қазір. Сол марафонның барысында мен адамдарға сұрақ қоям, олар да маған сұрақ қояды. Сол сұрақтың ішінде үнемі келетін мынандай сұрақ. Яғни біз ойыңды өзгерт деп жатыр, ойды өзгертуден біз неден бастауымыз керек, қандай ойдан бастауымыз керек деген менен сұрайды. Енді қазір мен бүгінгі видеомда соған жауап бергім келеді. Яғни сіз өзгеру үшін ойды неден бастауыңыз керек. Көбі айтады қазір, көп былай коучтардың өзі, психологтардың өзі айтып жатады. Ең бірінші ақша тап дейді. Ақша тап, мен сені ақша табуға үйретемін дейді. Ал мен болсам сіздерге ақша табуды үйрете алмаймын. Оны айтып қояйын. Қазақ айтады әу баста, дүния жинама, иман жина дейді. Менің өзімнің жалпы ұстанатын ұстанымым сол. Мен сіздерді ақша жинауға, дүния жинауға үйрете алмаймын, бірақ жаңа айтқандай иман жинауға үйрететін боламын. Яғни иман дегенде енді неден бастаймыз? Әрине біздің мұсылманның ақиқаты ол Құран. Сол Құранның ішінде айтады. Алла тағала айтады, мен қай пендемді, қай құлымды жақсы көремін дейді. Яғни мен өлімді үнемі есіне алып жүретін пендемді жақсы көремін дейді. Сондықтан да мына өмірде екі ақиқат бар дейді ғой. Яғни біріншісі туылу хақ, екіншісінде өлу хақ. Яғни өлім ақиқат. Мен үнемі өзімнің оқырмандарыма, менен сабақ алуға келген адамдарға айтам, сіз ең бірінші ойыңызды содан бастаңыз. Яғни ақиқат, хақ ақиқат. Ешкім де бұл ақиқаттан құтыла алмайды. Яғни өлім хақ. Сіз соны үнемі есіңізде ескеріп жүріңіз. Қазақтың көрнекті ғалымы Қадыр Мырзали ағамыз айтады, адамдарға дейді, егерде бірінші өмірден бұрын өлімнің мәнін түсіндіретін болса, жер бетінде бақытты адамдар көп болар еді дейді. Ол нені білдіреді? Яғни сіз өзіңіздің мына жер бетінде мәңгі жүрмейтініңізді есіңізге алсаңыз, бүгін барсыз, ертең жоқ екеніңізді ескерсеңіз, бүгін сіз ренжісіп жүрген адамдармен кез келген уақытта айырылып қалуыңыз мүмкін екенін түсінетін болсаңыз, сіз өзіңізге күнде есеп беріп, ешкімге ренжімей жүрер едіңіз. Өкінішке орай біздер көбіне осы ақиқатты ұмытып кетеміз. Мен өзім міне 3-4 марафон өткіздім. Сол марафонда сұрақ қойған кезде ең басты ақиқат не дегенде жұрттардың көп айтады. Ақиқат деген осы көзімізді көріп отырған осы сәт, осы жағдай деп айтады. Ақиқат өзіміз деп айтады. Көбіне сұрақтары сондай болады. А негізіндегі жауап ақиқат өлім екен. Міне. Сондықтан да ойыңыздың әу бастауын осы өлімді еске алудан бастаңыз. Ертең сіздің ана дүниеге кетіп қалатыныңызды түсініңіз. Ол дүниеге сіз иман есебінде нені алып бара жатсыз? Платон деген керемет данышпан кісі бар, естіп жүрміз. Платон, Сократ, Аристотель дейді. Сонда Платон айтқан екен, ана дүниеге сіз өзіңізбен бірге нені алып кетесіз? Балаңызды алып кете алмайсыз, күйеуіңізді алып кете алмайсыз, салған үйіңізді алып кете алмайсыз, жиған дүниеңізді алып кете алмайсыз. Сізбен бірге тек қана сіздің философияңыз ғана кетеді деген екен. Кейбір адамдар айтады, ой, пәлсапа соқпашы дейді. Мысалы, өлімді айтпай тұра тұршы, пәлсапа соқпашы дейді. Бірақ ол ешқандай да пәлсапа емес, ол ақиқат. Міне, оны біздің сол мұсылманда иман деп айтады екен. Міне, сіз егерде осыны ескеріп, ойыңыздың бірінші нүктесін өлім екенін түсінетін болсаңыз, сіз мына өмірден ештеңе алып кете алмайтыныңызды түсінетін болсаңыз, дүниеге бола ренжімес едіңіздер. Мына балаларыңызбен де уақытша екенін түсінетін болсаңыз, балалардың қасында көбірек болып, күйкі тірлікпен кетпей, сол балаларыңыздың қасында көбірек болып, әрбір балаңыздың мейірлене иіскеп, әрбір осы бір сәтіңізді бағалар едіңіз.
креслода отырып қазір неше түрлі жемқорлар бар, иә. Сол жемқорлар сол жинаған, осы аш көздікпен жинаған байлығының ешқайсысын алып кете алмайтынын түсінсе, олар да осы дүнияны жинамас еді. Немесе қазір бізде, мысалы, біздің Қазақстанда бюрократия деген көп, иә. Яғни отырған креслосын, столында сол мәңгілік отырмын деп өзін есептейді. Егер алдына келген адамдар болатын болса, салқын амандасып деген сияқты, басқадандай корыстный цель деген сияқты болады, иә. Ал егер де сен сол креслода мәңгі отырмайтыныңды ескеретін болсаң, ол креслода біреуден қалғанын, сенен де қалатынын, ертең оған біреудің де отыратынын, ол біреуден де қалатынын ескеретін болсаң, сен сол креслода шалқайып отырмас едің. Міне, сондықтан да әрбір сәтте өзіміздің өлетінімізді ескеріп жүруіміз керек. Баста ақиқат өлім екенін ескеріп жүруіміз керек. Вот сол кезде сіздің өміріңіз дұрыс арнаға бұрылып бастайды. Тағы да бір айта кететін жай осы жерде, яғни біздер көбіне адамдар өзіміздің ішкі сезімдерімізді бермейміз, көп адамдарға шығармаймыз, бір-бірімізге айтпаймыз. Тем более қазіргі заманда телефоннан тек қана эмоцияларымызды смайликтер арқылы ғана бере қоямыз. Мысалы, жақсы көрсек, жүрек салып жібере қоямыз да, ал оның орнына өзіміз сол сөздерді айтсақ қойшы екен: мен сені жақсы көремін, сен менің қасымда болғаныңа, сен менің жарым болғанына мен өте қуаныштымын, сен маған керексің деген сөздер жазса, немесе сен мені бүгін қуантып тастадың деген сөздер айтып, қуанышты сезімдерін білдіре білсе, жаным саған көп-көп рахмет, алақай, қандай керемет, Алла тағаланың мынау керемет сыйы, тартуы деп қуана білетін болсаңыз, сізге сөзсіз құт келер еді. Міне, құрметті оқырманым, әрине біреулер басқаша ойлауы мүмкін, өлімді не затқа айтып тұр деп, бірақ сіздер түсінеді деген ойдамын. Сондықтан да ойымды өзгертуді неден бастаймын дейтін болатын болсам, сіз сол ақиқаттың өлім екенін үнемі ескеріп жүрсеңіз, сіздің өміріңіз керемет арнаға түседі. Өлімді ойлап, дұрыс адал өмір сүретін иманы бар адамға дүния да, ақша да, байлық та өзі келеді.